Күн шерефлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін январь айының 18-ші ве Қырым ишғалінің 1055 күні. Біздің бүгінгі эфирімізде бөйле хабарлар. Русия Қырымда репрессияларны шидетлештірежек ола. Сызны мұтлақ камераға чекежеклер. ЛНР ве ДНР айдут тақымларының елбашчылары Русия Девлет Дума депутатларының дәветі иле ишғал етілген Қырымны зерет еттілер. Лугансктан Қырымдан пек чоғынылелер келейді. Қырым чөплікке бата, вазиет күн-күнден феналаша. Курорт мевсімі келгенінен ажынықлы вазиет олacak. Хизбут Тахрир ішы бойынша яқаланған Ялталы Рифат Алимовға СИЗОда ярамай олды. Крымская солидарность жемиетінің фалиетшісі Анна Богачеваның айтқанына көре, автодайынды үшінші кере Алимның юрек хасталығы кергенлеші. Адвокатның сөзлеріне көре тіббет хадимлері оның шекетлеріне бірден диқат етмеді, тек Алимнен берабер камерада ятқанларының талабы иле Рифатны тібби бөлікке кетірділер. ФСБ Хизбут Тахрир ішы бойынша яғаланған Вадим Сирукқа яны қабатыны белгіледі. ФСБ хадимлерінің сөзлеріне көре, Вадим башқа шақысларынен Русия кеметінің запты түлігі ВСАС қануни құрымның денішмесіні азырлаған еді. Русия қанунларына көре кеметінің зораки запты түлігі үшін 12 елдан 20 елға қадар сербесліктен марум етіле білелер. Русия Қырымда репрессияларны шидетлештірежек ола. Бөлі фікіріні Қырым ұғы қорыйджы ве адлейджілері білдірелер. Адвокат Эмиль Курбединовның сөзлеріне көре, экстремизм ве терроризм модделлері бойынша яны жинай ишлерінің ачылмасы бекленілі. Қырым мұсылманларының дава ишлері бір елға ұзатыла ве оларының инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне йоланма эснасы башқа мудетке кечірілі. Басқаларға Қырым татарларыны дестек еткен фаалетчілер де оғырай. Оларға жезаларыны белгілеп, ұқықсыз жинай ишлеріні ачалар. На перспективе все дела должны отправляться туда. Асылында эпісі ишлер анда йоланылмақ керек. Бұл делелер топланмасы вемели севеде бұтын чәрелерінің сарф етуі. Бұтын стадияларын кечкен сон, инсан ақлары бойынша Авропа махкемесіне йоллайлар. Ләкин конвенция бұзылғылары иле олған бұтын ишлер Авропа махкемесіне Қырымдан йолланacak. Бұл ишлерінің сайысы есе онларча. Если вы родственник задержанного... Егер сіз яқаланғанының сойы олып отырышқа келесіңіз, сізні мұтлақ камераға чекежеклер, бұны полиция ве ФСБ хадимлері япалар. Олар бұны гизлемейіп япалар. Сізні чеккен сон, сізге айры ішні тізмеге башлайжақлар. Меджлис рейсінің муавины Ильми Умеров, оның адвокаты Николай Полозовның соравға чекмесі үшін апелляция шекетіні йоллады. Адвокат Эдем Семедляев өз Facebook сәйфесінде білдірді ки, Умеров мерақланған шақысы оларақ шекетіні йоллады. Қырымны Русияге теслим еткен сон Украина ишғал олынған Донбассны осне заретіне ала біле. Бойле фікірні Украина халық депутаты Надежда Савченко сеслендірді. Башқа усуллар тек арби ола біле, дей Савченко. Егер бұл барышы көнеліші иле yapılsa, яғни Русия санкцияларны даянып олмаса, мұтлақа Қырымны теслим етмеге керек olacak. Бір мақсус вақытқа әрдайым олғаны кабы бұл чоққа сүрежек, башқасы yok. Егер мен бұны yapmaға мүмкін айтқан олсам, бұны арби вастанен дегіл, музакерелер вастасы иле yapmaға мүмкін. Вақтынжа ишғал етілген территориялар ве ерні денештірген шақысларының ишлері бойынша бірінші Назир Муавина Юсуф Күрікчі Савченконың бейанатыны ақылсызлық оларақ белгіледі. Оның сөзлеріне көре халық депутаты Савченко Қырым меселесіні музакере етмек үшін не білгілі, не де векелетлі шақысы дегілдір. ЛНР ве ДНР айдут тақымларының елбашчылары Русия Федерациясының Девлет Дума депутатларының дәветі иле ишғал етілген Қырымны зерет еттілер. Луганскның баш женкевері Игорь Плотницкий 2014 сенесінде Украина Женюби шарқында муаребелерді иштирак еткен Қырым казакларының сайысыны яне 2000-ге яқын олғаныны белгіледі. ДНР женкеверлерінің рейсі Александр Захарченко есе Қырымда екінші Переяслав шурасыны кечірмеге теклиф етті.
Через Луганск очень много проходило. Лугансктан Кырымдан пек чоғынылелер келейді, вечуқысы славянска йол алайды. Бізді есе чоқ қалмаған еді. Лекін казакларны айырмақ істейм. Бұ пек дженкевер бүліктір, олар эсасен Кырымдан келейді. Очень боеспособные подразделения, которые именно с Крыма, которые приходили. Шерпек муимдегіл, муим шындаки, бізда бір Богдан Хмельницкийні тапа бөлежекмізма, мұна меселенеде. Мен Крымны теклиф етем. Келіңіз Ахмежитте имзалайық. Пользуясь статусом депутата Государственной Думы. Русия Федерациясының Девлет Дума депутаты статусынен файдаланып, бойлы депутатлық тақымыны теклиф еттім. Ой сейки жұмхуриетлерінің парламентлерінен ишбірлік япар еді. Біз бүгін мында Крымда көрішкеніміз пек яқшы. Бұ есе біз дайма берабер олacakмыз демеге бұйық себептір. Бойлы дайма олacak. Будем, и так будет всегда. Ижал етілген Қырымға сепаратистик рейслерінің келмесі Русияның терроризмге алақасы бар олғанını таздықлай. Москвада оларны әнді қабыл әтмегенлері үшін Плотницкий ве Захарченко Кремль сымарыджылардан яны вазифелеріні алacaklar. Қырым татар халқының межлис рейсі Рифат Чубаровдың фікірінже, бұ ДНР ве ЛНР террористик елбашчыларының Қырымға келгенлерінің эсас мақсадыдыр. Қырымның ижғал етмесінде Дмитрий Ярош қабатлыдыр. Бұны Русия тышышлері назиры Сергей Лавров биян еткен. Оның фікіріне көре правый сектор тәшкілаты елбашчысының сөзлері Русияны халқара қайде ве қануларыны бозып мұстақил Украина девлетінің қысымны запт етмеге себеп болды. Будапешт меморандумнен бағылы суаліне есе Лавров бойле жауап берген. Единственное, чего нет в Будапештском протоколе. Будапешт протоколында екене бір шей yok. Бұл Русияның ядада бір кімсенің анаясаға қаршы селялы девлет авдармасының нәтижелерінен разы олмақ. Авдарма мөйлефлері ilk акциялыра Крустели ве Қырымда Рус миллеті ile көрешіні илян еттейлер. Мен Дмитрий Ярошның сөзлеріні цитата кетірдім. О айтты ки, Русиялилер Қырымдан қуванланмақ яда yok етілмек кереклер. Борьбу с русским языком и борьбу с русскими в Крыму. Я цитировал Дмитрия Яроша, который сказал, что русский в Крыму должен быть изгнан или... Ижғал етілген Қырымда чөплік меселесі январь 1 күнінден башлап Ахмежит районынан Каменка чөплік обасы қапалы. Эндіден сонанда чөплік кетірілмейчек. Қалымтыларыны Қарасу базар районында полигон қабыл еті. Күн Ахмежиттен анда 60-қа яқын араба қатнай күнде 1700 кубометр кетірілі. Шіркетінің тахмиллеріне көре полигонда ер тек баргече етежек, чүнки анда чөплік тек пайтақтан дегілде Қырымның ялы бойындан да кетірілі. Яны елінің 1 күнлерінден берлі Қырым сакенлерінің евлері ве соғақларында толы чөплік баклар ве контейнерлі мейданчықлар тұра. Бізде Гавенада илкере 10-шы санында келіп чықардылар. Эвелисе толы баклар турайды. Бұдың соқақ бұйы тарқала дайма темізлейміз. Бойле вазиет ерде. Ерде түтін чөплік бір шей темізленмей. Шер мерkezінде де пек чоқ чөплік. Бұйы кобалар. Пек ярамай темізлейлер. Ұзаққа бармаға керекмей. Мұна Дженюби совхоз. Молочная күйі. Анда дайма. Кімсе азырланмады, бір шейні темелінен япмалыдыр. Бұның үшін шымды вазиет фев кулядеге яқын. Чықармаға етіштірмейлер балабан чөплікнің алып чықармасынен проблемлер бар, мейданларда да бұйық топланты. Яқшы ки шымды қыш, авария башқа, қар чөплікні қапата курорт мевсімі келгенінен аджынықлы вазиет олacak. Евровидение 2017 промо-роликте Қырымны бізім айлеміз оларақ адlandырды. Видеороликте Украинаның шерлері веоларының сынырлары тақдим етілген бойлейджи Черновцы шері, кечік Украиналы Париж оларақ, Одесса тебесімлер шері, Қырым есе бізім айлеміз оларақ адlandырылды. Кечкен сенесі Евровидение ярашында Украина ватандашы Джамала Ғалибе қазанды. Қанунларға көре бұл сене ер конкурсы Ғалибе қазанған девлетте өткерілежектір.
Bu bizim sonki haberimiz edi. ATR-den ayrılmanız. Nevbetteki zaman efirinde İskender Memetov taze haberlerinin paylaşacak. Görüşkence.